Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда отбасылық комедия «Чокнутый профессор 2». Күлуге дайындалып отырыңыздар, шолуымызды бастаймыз. Көңілді семіз Шерман Кламп үйленуге дайындалып жүр. Әрине, салтанатқа Кламптардың толық отбасы түгел қатысады. Шерман қалыңдығы Денистің кеудесіне көз тастай бергенде, оның шалбарынан бір алып нәрсе шығып кетпек болды. Сөйтсе, ол әрдайым ең қолайсыз сәтте пайда болатын оның ұятсыз екінші бейнесі Бадди Лав екен. Ақыры, Бадди Шерманның арт жағынан шығып, қалыңдығын тартып әкетті. Абырой болғанда бұл жай ғана қорқынышты түседі. Шерман психологқа барады, себебі Бадди даусы оның басында үнемі естіліп тұрады. Әдепсіз Бадди әрдайым арсыз қалжыңдар айтып, Клампты ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Денис пен Кламп бір университетте сабақ береді. Олар студенттердің көзінше ашықтан ашық қылымсиды. Декан Ричман Шерманның артық салмағына күле береді. Шерман өзінің жаңа ойлап тапқан сәтті жобасымен мақтанғысы келеді. Қартайған ит Бастердің көзі нашар көріп, әлсірей бастаған. Ғажайып сарысу Бастерді көз алдында жасартып жіберуі керек еді. Бірнеше секунд ішінде жануардың жасы 14-тен 2-ге түсті. Ричман болса, дәрі әкелетін миллиондарды қиялдап үлгерді. Бірақ Бастер дереу қайта қартая бастады. Демек, дәрінің әсері уақытша ғана екен. Толық Кламптар отбасы қалағаныңша жеуге болады деген мейрамханаға бас сұқты. 6 Кламп әп-сәтте барлық подносты тауысып, тек салатқа ғана қол тигізбеді. Бірақ Клитус бәрібір табақ толы емес деп шағымданды. Ал кішкентай бүлдіршін балмұздақты тікелей автоматтан жей берді. Отбасы Клитустың зейнетке шығуын атап отыр. Ол әжесінің жігіті Исаакпен қалжыңдап, оны тірі жүрген ең қарт қара деп атайды. Бірақ әжесі Исаакты ракета деп ақтап алады, төсекте ол өзін жақсы көрсетеді екен. Ал Клитустан айырмашылығы, оның махаббат құралы әлі де жұмыс істейді. Әже күйеу баласын мазақтап, оған бір жіп спагетти көрсетіп, бұл саған ештеңе еске салмай ма? Дейді. Шерман ыңғайсыз әңгімені тоқтатып, әкесіне тост көтереді. Кенеттен Бадди бой көрсетіп, Клитусты шын мәнінде жұмыстан шығарып жібергенін айқайлап қояды. Қар тұншығып қалды, ал әже пышақты алып, оған трахеотомия жасауға дайын тұрды. Ата хлоп құбырымен шамды өшіріп, дереу өртті сөндіруге тура келді. Осылайша Шерман байқамай кешті бүлдіріп алды. Ал Исаак еш қысылмай, Клитус түкіріп тастаған етті қайтадан жеп қойды. Шерман лаборант Джейсоннан көмек сұрайды. Ол профессордың бойынан тестостеронға жауап беретін аномалды генді табады. Дәл сонда Бадди Лав жасырынған екен. Оны алып тастау мүмкін емес. Шерман өз альтер эгосын бақылауды үйренуі керек. Денис оған басқа штаттағы университеттен жақсы қызмет ұсынғанын айтады. Оны көшіп кетуден ұстап тұрған жалғыз нәрсе Шерман бұл сөздер жігітті қатты толқытты. Ол артық салмағы үшін Дениске жиіркенішті болып көрінем бе деп қатты уайымдайтын. Шерман әрдайым семіздігі үшін өзіне күлгендерге үйреніп қалған. Ол үнемі жалғыз жүрді, бірақ енді ондай өмірді қаламайды. Үйіне оралған Денис еденге төселген раушан жапырақтарын және сәнді гүл шоғын көреді. Бірақ бұл бүкіл тосынсы емес еді. Әуен ойнап тұрған сәтте Шерман өз сезімін білдіріп, тіпті үйленуге ұсыныс жасағысы келді. Алайда дәл сол сәтте Бадди қайтадан шығып, қызға өз бурритосын оның лепешкасына тығып көргісі келетінін айтып қояды. Денис бұл қалжыңды бағаламады. Содан кейін Шерман өзінің майлы сосискасы мен фирмалық соус қосылған колбасасы жайлы айта бастайды. Ақыры Бадди Кламптың денесін толықтай иемденіп, оны брейк-данстың төменгі стилімен билеуге мәжбүр етті. Шерман, я не знаю, что в тебя вселилось, но мне это не нравится. Шерман есін жиды, ал Бадди болса профессорды мазақтап қана қоймай, оны шалбарына істетіп қоюға да мәжбүр етті. Ашуланған Шерман бірден зертханаға жүгіріп барып, генді бөліп алуға арналған бағдарламаны іске қосты. Қандай оғаш естілсе де, ген біртіндеп тамшылап құйылып, қолбаға жинала бастады. Сол кеште Кламптың анасы әтір сеуіп, Клитусты аздап қоздырғысы келді. Бірақ 44 жыл бірге тұрғаннан кейін ол әйеліне мүлдем қызықпайтыны анық болды. Может, Виагры? Не помогает, я ем ее как шоколад. Ақырында Клитус әйеліне маған тым қатты қысым жасайсың деп ұрсып тастайды. Ал көрші бөлмеде әже Исаакпен әбден көңіл көтеріп жатады. Таңертең Джейсон Шерманды оятты. Профессордың не істегенін білген соң, операция оның санасына қалай әсер ететінін уайымдай бастайды. Шерман онымен тағы да кездесуге келісті. Шерман кешегі қылығы үшін кешірім сұрап, бірден тосынсый көрсетеді. Ол ауаға арнайы феромондар шашып жібереді. Сол сәтте шырақ қоңыздар қалықтап, маған тұрмысқа шық деген жазуды жарықтандырады. Дәл осы кезде Бастер зертханаға кіріп, чипсыға жетемін деп Бадди Лавтың генетикалық материалы құйылған колбаны аударып жібереді. Оған иттің жүні түсіп кетеді. Бұл күтпеген салдарға алып келеді.
Шерман қалыңдығымен пробиркадан шампан ішіп отырғанда, аудиторияға Ричмонд кіріп келіп, ірі фармацевтикалық компания Шерманның ашқан жаңалығы үшін $150 миллион ұсынғанын хабарлайды. Кламптың анасы Денисті әдемі үйлену көйлегінде көріп, сүйсінеді. Ал әже жас отбасыға кеңес береді. Егер күйеуің жалықтырса, оның денесіне басқа біреудің бет бейнесін жапсыра сал. Кейін Шерман мен Денис кинотеатрда фильм көріп отырғанда, кенет біреу залда айқайлап шығады. Олар қараса, тура алдында Бадди Лав отырған екен. Ол Шерманды қудалап, қалыңдығына тиіседі. Бадди ғалымнан олардың ортақ өнертабысы үшін өз үлесін талап етеді. Шерман препаратты жасыру үшін зертханаға жүгіріп барады. Джейсон екеуі Бадди қалдырған дақты және оны қайта тірілткен бастердің жүнін табады. Бұл уақытта Бадди фармкомпания өкілімен кездесіп отыр еді. Ол бірден мисс Гилфордтың итін байқап, оны тентек деп атайды. Бадди Лав өзінің жасартқыш эликсирі Кламптың дәрісінен әлдеқайда жақсы жұмыс істейтінін айтып, оны $149 миллионға сатуға дайын екенін мәлімдейді. Бірақ ол алдымен оның тиімділігін дәлелдеуі керек. Әжетханаға барғысы келген Бадди жайылып жатқан газеттердің үстіне үйіп тастайды. Ал осы кезде Шерман лекцияда студент қыздың генетикаға қатысты қойған сұрағына жауап бере алмай қалады. Себебі операциядан кейін ол өз пәнін ұмытып қалған еді. Тіпті Хомячоктың өзі лабиринттің ортасына Шерманнан жылдам жетеді. Джейсон анықтайды, Бадди жойылған кезде Шерманның ми қыртысына баратын импульстарды әлсіреген. Профессор үшін бұл тым күрделі түсінік еді. Қарапайым тілмен айтқанда, ол күн өткен сайын ақылды емес, керісінше ақымақтанып бара жатыр. Шерман үйіне оралғанда, Бадди Лав оның баспанасын тас-талқан етіп кеткенін көрді. Дегенмен эликсирді таба алмапты. Шерман оны ата-анасының гаражына апарып, тоңазытқыштағы бөтелкелердің арасына жасырып қойды. Ғалым қатты уайымдай бастады. Бірнеше күннен кейін ол өз өнертабысын көпшілікке таныстыруы керек. Сұлулық салонында әже шағымданады. Бір күні еңкейгенде төсінде қатты ауырсыну пайда болыпты. Сөйтсе, ол екі аяғымен өз кеудесіне басып алған екен. Осы кезде Клитус әйелі оны өсектеп, болған жағдайды бәріне айтып қойғанын біліп, қатты ренжиді. Мұңайған Клитус мас болмақ болып, кездейсоқ жасартқыш эликсирді ішіп қояды. Дәрі әсерін көрсетіп, ол жасап кетеді. Содан соң бірден клубқа барып көңіл көтеруге кіріседі. Ал Шерман болса Денистің ата-анасымен танысуға келеді. Олар астрофизиктер болып шығады. Шерман үстел басында ақымақша қылық көрсетіп, біресе дөрекі сөйлеп, біресе оғаш қылықтар жасап қояды. Ол ата-анасына жүгері лақтырып, аза қалғанда тотықұсты өлтіріп ала жаздайды, тіпті дастарханды төңкеріп, барын үстіне құлатады. Осы уақытта клубта жасарып алған Клитусқа бір әйел қылымси бастайды. Бірақ оның қызғаншақ күйеуі, кішкентай, өте қарт шал дереу ренжиді. Ол оны төбелеске шақырып, қатты сабап тастайды. Сол кезде Бадди Лав мисс Лилфордпен кездесуге кешігіп барады. Әйел оның қолында ешқандай эликсир жоқ деп сенімді. Бірақ алаяқ Бадди қақпа астында болып жатқан бір түрлі төбелесті көреді. Оның көз алдында Клитус семіріп қартайып кетеді. Демек, ол ғажайып эликсир ішкен. Үйіне келген Клитус әйелін қуантпақ болып тағы да қызыл сұйықтан ішеді. Бірақ әйелі шошып кетіп, әуелі кім екенін тани алмай айқайлап жібереді. Бұған қоса, күйеуінің өзім ішкен эликсирді сен де іш деген ұсынысына қатты ренжиді. Өйткені ол үшін әйелі жалықтырғандай көрінеді. Ал Денис Шерманның оғаш қылықтарына ренжулі. Оның ойынша профессорға дәрігерге қаралу керек. Телевизор алдында ұйықтап кеткен Шерман ғаламдағы ең ақымақ адам деген сериалды көреді. Онда Кламп жерді жоймақшы болған астероидты жарып жіберуге дайындалып жатады, бірақ түймені басуға қолы жетпей қиналады. Сол сәтте оған джедай әке пайда болып, күшті қолдан деп кеңес береді. Шерман тарс етіп пердедей жел шығарып, алға ұшып барады. Алайда ең соңғы сәтте белгілі болады, ақымақ профессор астероидті емес, айды жарып жіберген екен. Соның салдарынан жер мүлде жойылады. Әже Дениске арандатқыш іш киім сыйлады. Шерманның үйіне көптеген қонақтар жиналды. Рұқсатсыз үйге Бадди Лав та кіріп алған еді. Әже қыз ойнаққа стриптизер шақырған болатын. Ол өз жатын бөлмесінде жүрген Баддиді сол деп ойлап қалды. Бірақ өкінішке орай, ол тапсырыс бергендей өрт сөндіруші формасында емес еді. Қарт әже әбден қызды. Оған жеке би көргісі келді. Бірақ алдымен Баддиге тамағын сулату керек болды. Сол сәтте есі қоңырауы соғылып, қолында от жалындап тұрған өрт сөндіруші келді. Бадди эликсирді тауып алып, өзіне біразын құйып ішті. Қалғанын сумен араластырып қойды. Ал әже қиялға беріліп, стриптизермен қалай жақсы уақыт өткізетінін елестетіп отырды. Ол Баддидің гараждан шығуына кедергі жасап, тіпті тып-типыл шешініп алды. Мұндайды көрген Бадди қорыққаннан айқайлап жіберді. Әженің өзі айқайлап жібермеу үшін, стриптизер оған құмарлықпен сүйісуі тиіс еді.
Бадди амалсыз келісті, содан кейін бірден құсып тастады. Осы уақытта Шерман презентацияға келді. Мұнда Бадди де жетті, бірақ бірден алаңдап, мысыққа ант етіп кетті. Шерманның бүкіл отбасы оның сөзін тыңдау үшін жиналды. Профессор эликсирдің әсерін 4 жастағы кәрі Хометчокқа көрсетпек болды. Ол доз алған сәтте ғана жасарып қана қоймай, бірден ұрғашысына қарғып түсті. Бірақ көп ұзамай Хомяк алып қобжықтай болып өсе бастады. Мұны көргендердің бәрі қорқып, жан-жаққа қашып кетті. Қолында қаруы бар полицейді көрген Мега Хомяк ірі калибрлі қақпышақтармен оқ атқандай қарымта жасай бастайды. Декан Ричмонд шубамен бүркеніп қашпақ болғанымен, бұл әрекеті керісінше Хомяктың оған жеке қызығушылығын оятады. Шыға берісте мисс Гилморды Бадди лав күтіп тұрды. Енді ол эликсирдің бар екеніне сеніп, оған мүмкіндік беруге дайын еді. Ал декан Ричмонд болса, арт жағы сырқырап, университеттің $150 миллион айырылғанына күйінеді. Үстіне біреулер көшеде Хометчоктың құрбысы деп мазақтап та үлгерді. Шерман жұмыстан қуылды. Шритсон әріптесіне профессордың миы қазірдің өзінде 27 зақымданғанын, ал 78-ға жетсе, ол сөйлеу мен жадын мүлде жоғалтатынын айтады. Шерман бұл туралы Дениске айтқысы келмейді, сондықтан олардың тойын жай ғана тоқтатады. Анасы ұлын түсінбей дал болады. Клитус Шерманмен сөйлесуге уәде береді. Қарттың тілегі Шерман мен Денис қайтадан қосылса екен. Қайта қосылу деген сөзді естіген Шерман кенет ойланып қалады. Сонда ғана бәрі өз орнына келеді деп шешеді. Ол Баддиді толықтай жасартып, ал қалған бөлігін өзі ішіп қояды. Шерман жасартқыш эликсирдің концентраты түрін дайындап шықты. Декан оны Бадди лавпен ымыраласқан деп айыптайды, өйткені әлгі арамза әлдеқашан фармацевтикалық компанияға шыққан еді. Бадди өз презентациясын бастап жіберді. Осы уақытта Денис Шерманның үстеліне қоштасу хатын қалдырды. Сол сәтте ол сүйіктісінің миы бұзылып жатқанын білді. Бадди қарт сынақшыға эликсир ішкізбек болып тұрған кезде, кенеттен кабинетке Шерман кіріп келді. Простите, что вмешиваюсь, но я не смогу жить, если этот человек не окажется внутри меня сейчас же. Профессор Бадди лавпен доп ойнамақ болды, бірақ өзі тек лақтырғандай қылып итше алдады. Ақыры лав аузымен допты қағып алды да, компания басшылығына ырылдап тап берді. Сөйтсе, тістелген доптың ішінде эликсир бар екен. Бадди бір сәтте сөйлейтін бөбеге айналды. Кішкентай Бадди Ричмондтың үстіне кіші дәрет жіберіп қашып кетті. Мисс Гилфорд болса көргеніне риза болып, ғалыммен келісімшартқа қол қоюға дайын еді. Сәл жүгіргеннен кейін бөбек Бадди сұйықтыққа айналып, көк түсті сілекейге ұқсап қаша жөнелді. Жабысқақ жиынтық жолай өткен әйелдің бөксесіне жабысып алды. Ал Шерман мүлдем ақымақтанып кетті. Алдымен ол миынан айырылды, ал әлгі көк жыламы қасақана фонтанда еріп кетті. Денис ақымақтап қалған сүйіктісін тапты. Шерман бар күшін жиып, невестасынан кешірім сұрауға ғана шамасы жетті де, бірден оны ұмытып қалды. Әйелдің көз жас тамшысы фонтанға түскенде, су жарқырап кетті. Денис Бадди дыңғысы фонтан суына араласқанын түсінді. Шерманға бар болғаны сол судан молынан ішу керек еді. Ақыры профессордың есі кірді, жадын қайтарып алды. Сөйтіп екеуі үйленді. Ал қалыңдықтың гүл шоғы Ричмондтың қолына тиді. Оған құмарлана қарап тұрған алып Хомяк та қалыс қалмады. Достар, шолуымыз ұнаса, лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, шолуларымызды алғашқы болып көріңіздер. Келесі кинотайымда кездескенше.